Ассалаумағалейкум. Мен міне бірінші болып мініп отырмын. Қазақстанға бірінші келген қытайлық көлік Зикр дейді. Мотор жоқ, электродвигатель екен. Бұның ана суретін көрші, жаңағы суретін салшы. Ана қара. Зикр деген. Қазақстанға бірінші келген екен. Мына Талғат деген бауырымыз Алланың қалауымен алған екен. Игілігіне менсін құтты болсын деп батам беріп отырмын. Міне бірінші болып мен мініп отырмын. Ақтөбелік болып. Енді семьясы мінді ғой, енді бала шағасы. Бірақ Ақтөбенің бірінші жаңағы пассажирі болып мен мініп отырмын. 2023 жылғы Алматыға келген бойда хабар келген. Талғат бауырымыз барып алған екен. Қараңдар, ешқандай дауыс жоқ. Білінбейді. Мотор жоқ. Май алмастырмайсың, тасол құймайсың, ремень деген жоқ. 4 доғалағында 4 не тұр? Двигатель, мотор. Жаңағы тоқпен нетеді, 220 багажникте жатыр, жаңағы жүк несінде салонында жаңағы қоттайтын зарядный устройство дейді ғой. Қара, естіп отырсың, дым дауыс жоқ. Қараңдар, қазір сыртынан Құдай қаласа сөйлеп кетсеміз. Алла тағала нәсіп етсін, бүкіл қазақстандықтарға осындай көліктің келіп бәріне мінуге. Ауа райымыз тазалады, экология тазарады. Мынау керемет енді. Айтса нанғысыз, кім ойлапты? Сондай көлік болады, моторсыз. Жаңағы майын қарамайсың, суын қарамайсың, ремень алмастырмайсың. Бәрі тек тоқпен істеген ғой. Міне қараңдар енді Қытайдың қалай бүкіл әлемді басып озғандығын көруге болады осыдан. Жақсы, рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға.